Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі видео сабағымыз волейбол ойыны допты ойынға қосу әдіс тәсілдері. Волейболды допты ойынға қосудың 4 түрі бар. Соның 4 түріне әрқайсына тоқтап кетеміз. Ол жердегі қателіктер қандай болады? Бірінші жаттығуымыз допты астынан ойынға қосу. Міндетті түрде аяқ бүгінгі болады. Дене алдыға кішкене еңкейген, қолды арттан әкелеміз. Допты қолдан допты 10-15 сантиметрге лақтырамыз, ойынға қосамыз. Бұл бізді допты ойынды астынан қосу. Екінші, допты ойынға қосудың екінші түрі допты жоғарыдан ойынға қосу. Дәл солай. Оң аяғымыз алда, сол қолымыз көтеріңкі, допты қолдан дәл солай 10-15 сантиметр лақтырамыз. Доп қол тік болады. Ал келесі допты бүйірден ойынға қосу. Бүйірден дегеніміз жаннан. Дәл солай аяқ бүгінгі алдыға еңкейген допты жаннан ойынға қосамыз. Қолды сермеу арқылы. Бұл үшінші допты бүйірден қосу. Енді төртінші допты ойынға қосу, ол секіріп допты ойынға қосу. Ол секіріп дегеніміз дәл үстінен берген сияқты, бірақ ауадан көтеріліп. Дәл солай. Лақтырамыз, секіріп ойынға қосамыз. Жерден адам көтеріліп көреді. Бұл бізде төртінші допты ойынға қосудың түрі болады. Назарларыңызға рахмет.